Қайырлы күн достар, бүгін біз мясной пирог с тыквой жасайтын боламыз. Өте әдемі болып шығады. Ол үшін бізге 100 грамм су, 100 миллиграмм сұйық май, 270 грамм ұн, жарты шай қасық қопсытқыш, жарты шай қасық тұз керек болады. Жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Жақсылап илеуіміз керек. Қамырымыз бір-бірімен бірігіп, әдемі жұмсақ қамыр шығу керек. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Бұл мен үшін өте маңызды. Мінекей қамырымызды илеп болдық. Бетін жауып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Осы ортада салмасын дайындаймыз. Бізге бір штук пияз, 3 картоп, 300 грамм асқабақ, 300 грамм фарш керек болады. Барлығын да кубиктап жақсылап турап аламыз. Картоп, пияз, жаңағы асқабақ барлығын. Мен бұл пирогты үйде аптада бір рет жасаймын. Өйткені балдарым өте жақсы көреді. Барлығын турап, салмасына дәміне қарай тұз, бұрыш қосасыздар. Мен тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш қостым. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді жаңа қамырымызды тоңазытқыштан алып, 2 бөлікке бөлеміз. Дөңгелектеп жақсылап илеп аламыз. Жақсылап иленген қамырымызды жақсылап жұқа етіп жайып алатын боламыз. Неке мен уже біреуін жайып жатырмын. Жақсылап жайып. Менде формаға салып аламын. Астына пергамент қағазын төсеп, әлбетте әдемілеп жайып алдым. Мінекей, енді екінші қамырымызды үстіңгі жағына қоятын қылып жайып аламыз. Оны да өте жұқа қылып, әдемілеп жаямыз. Мінекей, әдемілеп жайылып жатыр. Қамырымды жайып болып қалдым. Жаңағы формада қамырыма салмасын салатын боламын. Жақсылап салып, салмасын, сосын жақсылап тегістейміз бетін. Екінші қамырды жауғанда әдемі болып шықсын деп тегістеп алдым. Енді қамырдың жан-жағын біріктіретін боламыз, екі жағын бір-біріне. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, өте жаңағындай сочный болып шығады. Біріктіріп алдым жандарын. Енді бетіне ортасын тесіп, кішкене піскенде жақсы пісу үшін ортасын тесіп қоямыз. Енді бетіне бір жұмыртқаның сарысын әдемілеп жағатын боламыз. Осы тұрғанда 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Минут пісіріп аласыздар. Мінекей бізді пісіп шықты. Пирогымыз әдемі болып қызарды. Формадан ыстықтай әдемілеп шешіп алатын боламыз. Өте жұмсақ, өте дәмді болып, ішіндегі салмасы сулы болып, керемет болып пісіп шықты. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Өте жұмсақ, өте дәмді.
жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Маған тіркеліп лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.